18 ірі денсаулық сақтау нысанын КПО компаниясы әлеуметтік бағдарлама аясында салып жаңғыртты. Медициналық инфрақұрылымды дамыту халықтың әл-ауқаты мен өмір сүру сапасын арттырудың маңызды алғы шарттарының бірі. Бүгінде облыстық перинаталдық орталық, облыстық аурухана және басқа да бірқатар маңызды денсаулық сақтау нысандары халық игілігіне пайдалануға берілді. Сонымен қатар Орал қаласындағы нөмір 7 қалалық емханада, Бөрлі ауданының орталық ауруханасында, Шыңғырлау ауданының ауруханасында және Бөкей Ордасы ауданның Бесен ауылындағы отбасылық дәрігерлік амбулаторияда күрделі жөндеу жұмыстары аяқталды. Бұл жобалар облыстың шалғай аудандарындағы медициналық қызмет көрсету әлеуетін нығайтуға бағытталған маңызды қадам болды. Ағымдағы жылдың мамыр айында облыстық онкологиялық диспансер, облыстық көпбейінді аурухана және Казталов аудандық ауруханасы заманауи медициналық жабдықтармен толықтырылды. Осы жобалардың арқасында Батыс Қазақстан облысының тұрғындары өмір шегінен шықпай-ақ сапалы медициналық көмек алу мүмкіндігіне ие болды.